Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаментінде көктем 2022 командалық штабтық оқу-жаттығудың ұйымдастыру нұсқаулығына сәйкес 3 наурыз күні таңғы сағат 9:00-де дабыл 1001 сигналына сәйкес облыстық азаматтық қорғау қызметтері жиналып, облыстық төтенше жағдайлар департаментінде штаб құрылды. Штабтың басты мақсаттары көктем 2022 оқу-жаттығу барысында облыстағы су басуға бейім учаскелерде су тасқынының алдын алу іс-шараларын ұйымдастыру. Қазір таңда облыс аумағындағы су басуға бейім учаскелердің барлығында арық-атыздар күл-қоқыстан тазартылып, қорғаныс бөгеттерін нығайту жұмыстары жүргізілді. Одан бөлек облыстық азаматтық қорғау қызметтерінен оқу-жаттығуға 500 адам және 109 техника жұмылдырылды.